Биыл Сауран ауданына 20 инвестициялық жобаға 13 миллиард теңге қаржы тартылды. Нәтижесінде 329 жұмыс орны ашылмақ. Жаңа кәсіпорындар аудан қазынасына 106,4 миллион теңге салық түсіреді деп күтілуде. Бұл туралы Сауран ауданының әкімі Ғалымжан Үсенбаев айтты. Оның сөзінше 2022 жылдың 1-тоқсанында құрылыс жұмыстарына 300 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалып, 8.000 шаршы метрден астам тұрғын үй қолданысқа берілген. Шаға, Құшата, Жалаңтөс ауылдарында фельдшерлік акушерлік пункт құрылысы жүргізілмек. Ал 2023 жылдың 3 айында 3126 адамға 96 миллион 600 мың теңге атаулы әлеуметтік көмек берілді. 2023 жылға аудан бюджетінің жалпы көлемі 9 миллиард 135 миллион теңге құрап, оның ішінде жергілікті кірістер 2 миллиард 133,5 миллион теңге көлемінде бекітілді. Жергілікті кірістер жоспары 817 миллион теңгеге артық жоспарланды. Жергілікті бюджетке түсетін салықтар мен басқа төлемдер 2023 жылдың 3 айының қорытындысымен 583,5 миллион теңгені құрап, жоспар 145%-ға немесе 181 миллион теңгеге артығымен орындалды.